Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге тура кафедегідей мясо по-тайскийдің рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте етімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң майымызды қыздырып, етімізді салып, етіміз жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте 1-2 дана пиязымызды ашып, жуып тазалап, осылай ортасынан бөліп, үлкендеу етіп турап аламыз. Содан соң араларын осылай ашып аламыз. Етіміздің үстіне салып және қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сеу араластырамыз. Және де үстіне 2 дана лавр жапырағын саламыз. Үстіне аздап су құйып, жарты сағат бұқтырып аламыз. Ендігі кезекте күріш дайындайтын боламыз. Майымызды қыздырып, пиязымызды турап, жақсылап пиязымызды қуырып аламыз. Аздап тұз себеміз. Алдын ала күрішімізді жуып, тазалап дайындап аламыз. Ендігі кезекте үстіне күрішімізді саламыз. Күрішімізді де аз ғана қуырып, үстіне су құйып, суы тартылғанша күтеміз. Суы тартылғаннан соң бұқтырып қоямыз. Суын бірге бір құясыздар. Суы тартылғанша мына жақтан болгар бұрышын турап дайындап қоямыз. 4 дана қызыл және 3 дана жасыл болгар бұрышын осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Қатырылған болса да болады. Ендігі кезекте сарымсақты да осылай ұсақтап турап аламыз. Міне күрішіміздің суы тартылды.
Енді бір шетке жинап барлығын бұқтырып қоятын боламыз. Етіміз уже пісіп қалды. Енді үстіне туралған болгар бұрышын және де сарымсақты салып, кішкене араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте күшті болып шықты. Үстіне соевый соус құямыз. 3 ас қасық толтырып құямыз. Содан соң 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міне күрішіміз де дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Күріштер жабыспай өте әдемі болып шыққан. Осымен тамағымыз дайын. Салып ұсына берсеңіздер болады. Міне осымен тамағымыз дайын. Бетіне әрлеуге күнжіт септім аздап. Сепсеңіздер де сеппесеңіздер де болады. Негізінде міндетті емес. Осымен тамағымыз дайын. Ас болсын.